Қайырлы кеш қымбатты телекөрермен, Маңғыстау арнасында әкім сағаты хабары. Біз бүгін Бейнеу ауданына қарасты Сыңғырлау ауылының бүгін мен ертеңі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мәліметпен таныс болыңыздар. Бейнеу ауданы Сыңғырлау ауылы. Ауылдың іргетасы 1984 жылдан бастап қаланған. 1995 жылы жекешелендіруге дейін Сыңғырлау кеңшарының орталығы болып, ауыл Ащағар өзенінің бойына орналасқан. Ауыл аумағында республикалық дәрежеде мемлекеттік қорғауға алынған Омар Тұр сәулет ескерткіші мен 17-18 ғасырларға жататын Қосарқан, Шақан, Аманжол күмбез тамдары бары. Ауыл аумағы 18840 гектар, аудан орталығынан 29 шақырым қашықтықта. Тұрғын үй саны 95, халық саны 550 адам, көп балалы ана саны 32, экономикалық белсенді халық 237, зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақы алушылар 65, ал шағын кәсіпкерлік нысандары 1. Әлеуметтік нысандары: орта мектеп, балабақша, фельдшерлік акушерлік пункт, ауылдық клуб, кітапхана, мұражай және Бейнеу орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі қызмет көрсетеді. Қымбатты телекөрермен, сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Бейнеу ауданы Сыңғырлау ауылының әкімі Кенбаев Нұржан Үсенбайұлы. Нұржан Үсенбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Кішкентай ғана ауыл дегенмен де мәселелері бар, жоспарлары бар деген ниетпен өзіңізді студиямызға шақырып отырмыз. Алғашқы келуіңіз сәттілік тілейміз. Дайын болсаңыз бастайық. Енді әрине алғашқы сауал, алыстағы ауылдың тұрмыс тіршілігі қалай, халқыңыздың өсімі жақсарып келе ме? Жақсарып келеді. Жалпы Сыңғырлау ауылы жалпы мал шаруашылығымен айналысады. Қазірден де 95 тұрғын үй, 550 адам есепте тұрады. Аз кем болса да өсім бар ғой, ауылда? Өсім, демографиялық өсім бұрын қарағанда кішкене саны азайып барады. Себебі қазір жас семьялар облыс орталығына ауысып, жұмыс бабымен үш жаққа ауысып келіп жатыр. Тек шаруашылықта отыратындар, шаруашылықта тұрғылықты халық. Жас семьялар. Жағдайы жақсы ғой халқыңыздың? Жағдайы шүкір, Аллаға шүкір, жақсы. Өзіңіз әкім болып тағайындалғалы аз кем ғана уақыт болды, дегенмен ауылдың енді барлық мәселелерін біледі деп ойлаймыз. Азғантай ғана ауыл. Енді жаңа өзіңіз айтып өткенде негізгі мал шаруашылығымен айналысады деп қалдыңыз. Осы шаруашылықтарға жиі аралап барып тұрсыз ба, жағдайлар қалай? Енді қыстың қамын жазда ойла дейді. Қазіргі жағдайда барлық жоспарды құрып отырған боларсыздар. Әрине. Жайылым жақсы дегенмен де. Былтырға қарағанда биыл жайылым жақсы. Жердің, шөптің шығуы да жақсы. Малдың семіруі де жақсы деуге де болады. Жалпы енді Сыңғырлауға қатысты 4 шаруа қожалығы бар, 70 жеке шаруа қожалығы бар. Атап кететін болсақ, түйе 590 басты құрап отыр, жылқы 474 басты құрап отыр, қой ешкі 1231 басты құрап отыр, сиыр 25 басты құрап отыр. Жалпы енді былтыр енді қуаңшылыққа байланысты үкімет тарапынан бөлінген, малға деп бөлінген жасы дәліз 1, 2, 3 деп айтылады. Соған барлығынша енді аналық басына қарай ақша толықтай берілді. Жақын арада да жасы дәліз 3-ке малдарын тіркеп ақша толықтай алды. Акт деп аудан әкімдігі де ауыл шаруашылық бөлімі акттері барға тапсырылып, облыс орталығына жіберіп толықтай ақшасын алды. Бастапқы кезден тұрғындардың тарапынан енді қаншалықты қажет дүние осы бағдарлама шығар кезде көптеген түсініспеушілік көп болды. Қазір енді жолға қойылған болар? Қазір жолға қойылды. Басында түсінбей, тіркелмей малдарын тіркемей, сондай. Не үшін тіркелу қажет деген сұрақтар болды. Ертеңінде әртүрлі бір алып қашпай әңгімелер бар ғой, налог төлейді, тағы бір деңе деген сияқты. Артынан олардың өз көздері жетті тұрғындардың. Сосын малдарын барынша тіркеп, керекті қаражатын алды. Енді ол қаражат жем шөпке пайдалану үшін. Әрине. Сосын барынша енді үкіметтен жағдай жасау ғой. Жағдай жасау. Шаруашылықтарға.
Енді ауылда қанша кәсіпкерлік нысаныңыз бар? Жалпы ауылда бір кәсіпкерлік нысанымыз бар. Аудан орталығында біз 30 шақырым жақын жер болғандықтан күнделікті барып келіп, аудан орталығына керекті заттарын алып келе алады. Сондықтан біздің ауылда үлкен кәсіпкерлік нысандар жоқ. Бір азғантай үйге керекті қажетті заттарын алуға бір кәсіпкерлік нысанымыз бар. Бұл тағам дүкені ғой, иә? Тағам дүкені, иә. Тағам дүкені. Түсінікті. Енді өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, жалпы ауылда көбіне көп шаруашылықпен айналысады. Жастарымыз ауданның орталығына болмаса облыс орталығына көшу көбіне көп үрдіске айналған. Дегенмен де жұмыссыздық бізде келген бе? Жұмыссыздық жалпы адам саны аз бізде. Барлығы да жұмыста. Өз кәсібі дейсіз ғой? Өз кәсібіне, иә. Сосын бізде енді дипломы жоқ азаматтардың қоғамдық жұмысқа тартамыз. Қоғамдық жұмыспен акимат болар, мектеп болар, орман шаруашылығы болар, балабақша. Соған барлығын уақытша болса табыстап отыр. Енді Сыңғырлаудағы негізгі мәселе ауылішілік жолдар деп білем. Келісесіз бе? Келісем. Енді осы орайда бірнеше жоба жоспарда болатын. Жүзеге асқаны бар ма? Жүзеге асты. Ауылға кірме жолымыз болған. Осы халықтың сұрауы болып жүрген 2 шақырым. 2 шақырымды құрайтын тас жол. Ол 2020 жылы толықтай жасалып, қолданысқа берілді. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 26 миллион 510 мың теңге құрайтын 2 шақырым жол толықтай жасалып, қолданысқа берілді. Сонымен қатар көшеаралық айта кететін болсақ, бұл айтқанда тротуар деп айтамыз, жаяу жүрме жол. Жаяу жүрме жолымызда 800 метр құрайтын 2 көше тәуелсіз және егеменді көшелеріне 800 метрді құрайтын жүрме жолымыз толықтай бітті, аяқталып, ода қолданысқа берілді. Ол жөнінде мәселе жоқ. Үшінші жобаңыз Сыңғырлау сам Ноғайты Тұрыш бағытында. Ол үшінші мәселеміз. Көктемде басталады деген болады. Көктемде басталады, ол толықтай бітіп, қолданысқа берілді. 2017-2018 жылдар аяқталып қолданысқа берілді. Былтыр 2021 жылы күтіп ұстау жұмыстары қайтадан жасалып, қайтадан тегістеу жұмыстарын жасалып, су сеуіп, күтіп ұстау жұмыстары тағы жасалған болатын. Қазір жағдай жақсы. Тұрғындарыңыз риза ма? Тұрғындарымыз риза. Болмаса басқа ауылдағыдай бұл енді сапасы онша көңілге толмайды болмаса, енді грейдер жол емес, міндетті түрде асфальттау қажет деген. Ондай мәселе де бар. Қазір енді халық болғаннан кейін бәрінің жағдай жақсы болуын қалайды. Грейдер жол деген енді ол тас жол емес, ол бір жаңбыр жауғаннан кейін қайтадан білініп қалады деген сияқты мәселелер болады. Ұдайы бақылауды талап етеді. Ұдайы бақылауды. Жалпы грейдер қиыршықтасы жол, жалпы ұдайы бақылауды талап етеді шыны керек. Постоянно оған. Бірақ енді дегенмен де жоқтан жақсы ғой. Жоқтан жақсы. Енді қара жолда жүруде қазіргі заманда әрине қиын. Қиын қара жолда. Баратын жеріңе тез барып. Жауын-шашын бар. Жақсы қазір енді. Енді болашақтағы жоспарда да бар шығар, жалпы толықтай асфальттау мәселесі. Жалпы облыс әкімі қаражатқа байланысты әрине дегенмен де. Облыс әкіміміз Нұрлан Асқарұлы жалпы Бейнеу ауданына барған бағытта Сыңғырлау, Сам, Ноғайты, Тұрыш ауылдарын аралаған кезде жалпы алдағы уақытта қатқыл табанды жол салынады деген айтып кеткен. Жалпы тұрғындардың сұрауы бойынша ол кісі жақын арада деп айта алмаймыз, бірақ жоспарда бар деп кеткен. Себебі Бейнеу шалқар жол талап етеді, қажет етеді. Бейнеу шалқар тас жолы салынады деген жалпы алдағы уақытта жоспарда бар. Иә, жоспар бар, бірақ енді қашан екені ол да белгісіз әрине. Егер ол жағдай нақты қолға алып жасалатын болса, Шалқар бағытындағы енді Сыңғырлау, Сам, Ноғайты, Тұрыш деген 4 ауылды құрап отыр. Жолын қамтамасыз етеді. Біріне тойы бар, мерекесі бар деген сияқты. Қатынас жақсарар еді дейсіз ғой? Жақсарар еді. Енді кішкентай ғана ауыл дегенмен де көше жарықтары қажет.
2020 жылы мен қараша айында сол ауылға әкім болып тағайындалып бардым. 2021 жылдың наурыз айынан бастап жарықтандыру жұмыстарын бастадым. Қазіргі таңда бізде енді жаңа айтып өткендей егемендік, тәуелсіздік көшесі, бірінші аймақ бізде 3-ке бөлінеді. Барлығына қамтылды, толықтай қамтылды. 55 жарық шамын қондырдық. Қазіргі заманауи диодовый, қазіргі заманауи диод. Қаражатта кішкене қымбатырақ дегенмен сапасы нақтырақ дейсіз бе? Нақтырақ. Қазір мәселе жоқ қой бұл бағытта? Қазір жарық жөнінде мәселе жоқ. Толықтай қамтылды. Түсінікті. Енді төменгі қысымды газ желісі толықтай жаңартылды ма? Төменгі қысымды газ желісі жалпы халықты... Жалпы газ тарту мәселесі 97 жылы толықтай тартылып, жүзеге асырылды. Енді қазір заманға сай жаңа газ құбырымен жүргізіп беруін халық сұрайды. Енді себебі бұрын халық өзінің жағдайы жеткенше бар материалмен жасалып үйіне газдарын тартып алған. Енді біз қазіргі таңда аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне біз ұсындық, сызбасын бердік, 5 шақырымды құрайтын жаңа газ құбырын жасауға. Қазіргі таңда енді сметалық құжаттарына жұмыстар жасалып, ақша сұраныс жасалынып жатыр. Алда уақытта өз жұмысын жасап, нәтижесі болады деп ойлап отырмын. Енді бұл бір жағынан қауіпсіздік мәселесі ғой. Қауіпсіздік мәселесі әрине. Біріншіден қауіпсіздік мәселесі. Енді ескі құбырлар болғаннан енді қалай болғанда да жауапкершілік мол, күнделікті бақылауда ұстап отырық. Жаңа газ құбыры салынғанша күнделікті бақылауда ұстап отырық. Нақты қашан деп айта аласыз? Биыл осы 2022 жылы сметалық құжаттары дайындалып сұранысқа жіберілсе, келесі жылға ақша егер бөлінген жағдайда келесі жыл толықтай бітеді деп ойлап отырмын. Келесі жылға 100%-ға. Өзіңіз айтып отқандай кішкентай қана ауыл, өз 3 көшесі бар, жаңағы егемендік, тәуелсіздік, бірінші аймақ деген. Соған барлығына 5 шақырымды құрайтын газ құбыры толықтай бітеді деп ойлаймын. Толықтай ауылды айналып өтетін? Толықтай айналып, барлығына тұрғындарға жаңа газ құбырымен газ беріледі деп есептеп отырмын. Түсінікті. Енді жаз мезгілінде көптеген ауылдарда тоқ көзінің әлсіздігі байқалады. Сіздерде қалай? Сыңғырлау ауылында қазір таңда. Енді аудан орталығына жақын орналасқан ауыл болғандықтан? Жақын орналасқан, бір жағынан бізде барлық трансформатор деп айтамыз ғой. Трансформаторларымыз жаңартылды. Онда газдың тоқтың азаюы деген мәселе бізде болып көргенде жоқ. Қазір таңда барлығы жақсы. Мәселе болғанда емес, болмайды да дейсіз? Болмайды да. Түсінікті. Енді ауыз судың мәселесін айтып өтіңізші. Ауыз судың мәселесі бізге Казсушар деген ауылға су беретін мекемеміз бар. Бейнеу ауданынан келді. Бейнеу ауданынан Қиғаш деп айтамыз, Астраханнан келетін суымыз, Қиғаштан келетін су. Бейнеу ауылынан біз Сыңғырлау, Ақжет, Тәжен бағытына қарай жүретін үлкен құбырымыз бар, содан алып отырық. Казсушар мекемесі бізге суды толықтай беріп отыр. Су жеткілікті. Ауылға 250 куб біздің резервуарымыз бар. Су сақтайтын резервуарымыз бар. Соны 250 кубты құрайды ол. Толықтай жеткілікті. Жеткілікті. Толықтай жеткілікті. Егініңіз бар ма? Егініміз жоқ, бірақ енді тұрғындардың өздерінің үйінің қасында азды көпті егіндерін егіп, жемісін жеп отыр. Оған суды қайдан алады? Суды тасымал ма болмаса? Тасымал деп айтсақ та болады. Ауыл ішінде бір жаңағы су таситын водовозымыз бар. Өздерінің құдықтарына құйып, сонымен егіндерінің суларын алып отыр. Су мәселесінде де ешқандай айтатындай мәселе, проблема жоқ. Енді 1987 жылы салынған Сыңғырлау мектеп балабақшаңыз бар, е? Бар, е.
техникалық базасына тоқталып өтіңіз, және 105 ақ оқушыңыз бар екен. 105 ақ оқушымыз бар. Бірақ енді білім сапасы қатты бақылауда болар? Әрине бақылауда. Азғантай ғана оқушымыз. Биыл енді шыны керек, мана айтқандай, жастарымыз көшіп кетіп жатыр. Елден көшіп кеткеннен кейін оқушымыз азайып баратыр. Енді барынша елде қалуға тырысып, жұмыс көзін жұмыс тауып беруге тырысамыз, барымызша. Ауылдан көшпеуіне барымызша ақылдымызды, кеңесіміз айтамыз. Елде болыңыздар, әке-шешелеріңіз қасында түсін жұмыстарын жүргізіміз. 105 оқушы, ол бақылауда, әрине бақылауда тұрады. 105 оқушы, 29 мұғалім қазіргі таңда. 48 кіші қызметкеріміз бар. Балабақшаға келетін болсақ, 15 бала тәрбиелеп отыр. 12 қызметкер жұмыс жасап отыр, 2 тәрбиешіміз бар. Қалған енді кіші қызметкер. 15 балаға 12 қызметкер деген көп деп емес пе? 2 тәрбиешіміз, қалғандары кіші қызметкерде. Түсінікті. Аспазшы деп айтсақ та болады. Техничкі деген сияқты қызметтер. Енді мектебіңіз бен балабақшаңыз толықтай заманауи жабдықталған. Әрине. Ешқандай мәселе жоқ па? Мәселе жоқ. Мәселе жоқ. Жалпы балабақшамызға қайтадан жаңарту жұмыстарын жасаймыз деп биыл облыс әкіміміз келгенде айтқан болатынбыз. Жаңартып, ішін қайтадан жасауымыз керек. Ескіріп бара жатыр деген сияқты мәселелер айтып, ақша сұрап, қаржы сұраған болатынбыз. Қаржы бөлініп, сметалық құжаттарын ұсынып, конкурс беріп, конкурстың жеңімпазы анықталып, осы жақын арада өз жұмысын бастайды. 2-3 айда өзі толықтай жұмыс жөндеуден өткізеді. Капитальный ремонт деп айтамыз, капитальный ремонт қайтадан жасап, жөндеуді осы 2-3 айда бітіріп қайтадан өз жұмысын бастайды. Мектебіңізде спорт залыңыз бар ма? Спорт залымыз бар. Аллаға шүкір, ауылдың балдары спортқа бейім, волейболы бар, футболы бар. Жақын арада балдардың, жастардың сұрауымен спорт ашық футбол алаңын саламыз деп жоспарлап отырық. Сметалық құжаттары, конкурс жұмыстарын жасап қойдық. Жеңімпаз анықталса, жақын арада жұмыстарын бастаймыз деген. Әзірге ауылдың жастары тек қана күреспен айналысады. Күрес, әрине күрес. Бірінші күрес, сосын қосымша. Көбейту жоспарда бар ма? Көбейту жоспарда бар. Одан алдын ережесіз жекпе-жек. Ережесіз жекпе-жектен кішігірім балдарымыз қатысып, жүлделі орындарды алып жүрді. Бірақ енді тренер, жаттықтырушымыз Бейнеу ауданына көшіп кетіп, сол жақта қазір бізде жабылып қалып тұр. Енді алдағы уақытта қайтадан ашып. Енді күрестен де нәтижелеріңіз жақсы, дегенмен де басқа да спорт түрлерін биыл енді күрес демекші ауылдың жастарын ұйымдастыруымен ауылдан шыққан Сыңғырлау ауылының мектеп, балабақша мектебінің түлектерінің арасында қазақша күрестен жарыс болды, Сыңғырлау барысы деген. Үлкен деңгейде өтті. Жан-жақтан өз ауылдан шыққан кәсіпкерлердің көмектесіп, жеңімпаздарымызға ақшалай сыйлықтарын ұсынып, медальмен, белдік деп айтамыз, сондай сыйлықтарымен жақсы жоғары деңгейде өтті. 2021 жылдың желтоқсан айында тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай жасөспірімдер арасында дзюдо күресінен жарыс болды. Онда да дәл сондай ауылдың жастарының, жігіттерінің қолдауымен жүлделі орындарға ақшалай сыйлықтар беріп, медальдар беріп, жақсы жоғары деңгейде өткізді. Жалпы жастарыңыз белсенді. Жастарымыз белсенді. Сондықтан енді спорт ашық алаңдарын салу қажеттілік. Қажеттілік, әрине. Енді фельдшерлік акушерлік пунктіңіз бар? Бар, әрине. Енді ауданнан келетін жылжымалы медициналық орталықтар бар екен. Дәрігерлеріңіз айына демейміз, 90 сайын. 3 айда бір рет келеді. 3 айда бір рет келеді. Оның үшін педиатр бар,
балдардың денсаулығына қарайды, өздерінің кеңестерін беріп кетеді. Мысалға айтатын болсақ, 90 жоспарлы скринингтен өтетін тексеруден адамымыз бар. Соға барлығына жағдайларын айтып, түсіндіріп, дәрі-дәрмектерін уақытылы беріп тұрады. Біздің енді аудан орталығынан келетін жылжымалы медициналық орталықтағы мамандар ауыл тұрғындарының қажеттілігін толыққанды өтеп отыр ма? Өтеп отыр. Болмаса әлде де болса өтініштер бар ма? Өтініштер ондай. Енді осындай мамандарды міндетті түрде ауылға келу қажет. Жоқ, ондай мәселе жоқ. Ондай мәселе жоқ. Енді аудан орталығы жақын болғандықтан, иә. Қатынас жақсы дейсіз ба? Қатынас жақсы. Күнделікті барып келіп отыр. Түсінікті. Енді ауыл аумағында 48 гектарға жуық орман территориясының қорғалуына тоқталып өтсеңіз, енді бұл қандай жағдайда қазіргі жұмыстар жүргізіліп жатыр? Қандай бағытта? Орман шаруашылығы бізде сексеуіл деп айтамыз, бейне орман шаруашылығы. Жаңа өзіңіз айтып отқанда 48 гектар жерді қамтып отыр. Оған енді барынша өртеніп кетпеу, жанып кетпеу, қауіпсіздігін бастысы. Қазіргі таңда енді күннің ыстығына байланысты қауіпсіздігін қарайды. Оған арнайы жазғы уақыттарда 7-8 адам жұмыс қалады. Қоғамдықпен 5-6 адам жұмыс қалады. Күзет бағытында, қарап тексеріп жүру бағытында. Жалпы аумағын кеңейту жоспарда бар. Жылда өздерінің белгілі жоспары бар. Өздері тұқым себет, жер жыртады деген сияқты, көктем мезгілі тұқым себет. Соған қарай өздерінің жерлері жыл сайын өсіп келе жатыр деп айтуға болады. Біздерде өзіміз енді кездесіп барып мәселелерді кездесіп бар. Жылына 2-3 рет аралап қарап келеміз. Орман басшысымен бірге барып аралап, тексеріп бірге барып келеміз. Қандай мәселені айтады? Ондай жетпестік, ондай мәселе көп жоқ. Ондай мәселе жоқ деп өтіп. Барлығы да. Бұған енді бөлінетін қаражат болмаса нақты жоспарлар бәрі алдын ала дайындалады ғой? Әрине, жеткілікті. Барлығы жеткілікті. Әрине. Өздері жылдың аяғында өздерінің жоспарға сай керекті қажетті заттарын басшылық құрамдарға айтып жеткізіп отырады. Соған байланысты беріп отырады. Қаражат болса, қаражат не қажет, соған барлығын беріп отырады. Түсінікті. Енді тарихи және мәдени ескерткіштеріңіздің жайына келелік. Енді ауылдың аумағында мынау 17-19 ғасырларға жататын бірнеше тарихи мәдени ескерткіштер бар. Омартұр деп айтамыз. Омартұр 2012 жылы қайтадан жаңартып, жан-жағын тазалау жұмыстары жасалып, одан бері енді біздер өзімізге қарасты болғанда Омартұр, Аманжол, Қосархан, Шахан күмбез тамдары бар. Өзіміз жылда бірнеше рет өзіміз барып, әкімдіктің қызметкерлерімен бірге барып, сенбілік жұмыстарын жасап тұрамыз. Әктейтін жер әктеп, жан-жағын тазалап. Қаншалықты жиі өткізесіздер? 90 сайын барып, тазалық жұмыстарын жасап тұрамыз. Барынша таза ұстауға тырысамыз. Неуқаналары бар? Әрине. Жарығы, суы барып тұр ғой? Әрине. Мәселе жоқ? Мәселе жоқ. Енді кітап қорыңыз көбейді ме? Кітап қорым. Кішкентай ауыл екен, дегенмен кітап қорыңыз да, оқырманыңыз да баршылық екен. Кітап қорымыз, біздің кітап қорымыз 13 мыңның үстінде кітап қорымыз бар. 336 оқырманымыз бар. Бізде енді ол оқырман саны бір кітапты барып бірнеше рет алған адам бірнеше рет жазылып кетеді. Өздерінің тәртібі солай. Бір кітап алса, екінші тағы барып алатын болса, солай бірнеше жыл жазылып кетеді. Сондықтан жаңа айтып отқанда 339 адамымыз бар, оқырманымыз. Жаман емес, кітап қорымыз аудан орталығында ең үздік деп айтсақ та болады. Кітапхананың бірі.
ең үздік кітапхананың бірі. Талапқа сай. Талапқа сай. Ғимараты қалай? Ғимараты бізде жақсы. Ауылдық клубыңыз бар? Ауылдық клуб, әкімдік, медпункт барлығы бір ғимараттың ішіндеміз барлығымыз. Барлығы көршілес, барлығы есіктер бір-біріне жақын. Барлық жағдайды таныс біліп отырамыз дейсіз ғой? Әрине, біліп отырамыз. Енді ауылдың тазалығына тоқталып өтіңіз. Ауылдың тазалығында біз ұдайы тазалықты ұстап отырамыз, күнделікті. Күндегісін күнде бақылау жасасаңыз да болады, Әрине, күнделікті бақылау жасаймыз, күнделікті тазалап отырады. Мусоры болсын, жинап қойған құмы болсын, басқа болсын, барлығы күнделікті жұмыстар жүргізіліп тұрады. Тұрғындарыңызда нақты үйренген болар, қандай жұмыстарды қалай жоспарлы жүргізу қажеттігін. Енді басқа ауылдарда мысалы қоқыс жәшіктерін орнату мәселесі болмаса, қатты қалдықтарды шығару мәселесі, ауылдың шетінен осы арнайы орын тағайындау мәселелері қозғалып жатады. Осы биылдан бастап арнайы орын жасауды талап етіп жатыр. Оған сметалық құжаттарын дайындап, біз қаржы бөлімінен ақша сұраныс жасап қойдық. Ақша қолданыста болса, біз жұмысын жасауымыз қарастырылса. Әзірге қалай жасап отырсыздар? Әзірге өзімізше полигон деп айтамыз, өзімізше кішігірім полигонымыз бар, жасап қойдық. Қоршалған. Соған барып төгеміз, сол жаққа өртейміз, сол жерде барымызша өзім қажетті жағдай жасап отырық. Қолдан барды жасап отырсыз? Қолдан барды жасап отырық. Мүмкіндікті. Енді біздің хабарымызда шыныңызды айтыңыз деген айдарымыз бар. 10 сұраққа иә немесе жоқ деп жауап беруге тиіссіз. Дайын болсаңыз бастайық. Дайын. Жақсы адамсыз ба? Жақсы адамын деп есептеймін. Иә. Мінезім ұстамды деп айта аласыз ба? Айта аламын. Иә. Иә. Жиі шаршайсыз ба? Жоқ. Сенбі, жексенбі күндері жұмыста жүресіз бе? Барымша жұмыста жүрем. Қаржы үнемдеп білесіз бе? Үнемдеп білем. Уәдеге беріксіз бе? Берікпін. Спортпен айналысасыз ба? Айналысам. Талапшылсыз ба? Иә. Өтірік айтатын кездеріңіз бола ма? Болады, әрине. Не себеп деп сұрасам? Енді жұмысқа байланысты ма болмаса? Жоқ, бұлай өмірде. Бүгінгі сауалдарға шынайы жауап бердіңіз бе? Шынайы жауап бердім. Рахмет. Енді жоспарыңызбен бөліссеңіз. Енді кішкентай ауыл дегенмен де үлкен үйге не керек болса кішіге сол керек дегендей барлық жағдай жасалуға тиіс тұрғындар үшін. Сондықтан да әкімнің бірден бір қызметі осы ауылдағы барды жоқты ұқсатып біліп, жоғын жеткізіп білу деп есептейміз. Жоспарыңызды айтып өтсеңіз. Жалпы мен көбіне ауылдың жастарымен жұмыс жасаймын, ақылдасам, барлық жағдайды түсініп, бірге бөлісіп отырамыз олармен. Жалпы жастарымыздың сұранысы кешкі уақытта серуендейтін саябақ сұрайды. Енді алдағы уақытта сметалық. Көптеген ауылдарда бар. Көптеген ауылдарда бар. Барымызша олар қазір шыны керек өздері жиналып, ауылдан шыққан кәсіпкерлер жиналып, өздері жасағысы келіп жүр. Алда жоспарда бар. Балалар ойын алаң жасағысы келеді. Балалар ойын алаң бар, бірақ соны үлкейтіп, кішкене ашық футбол алаңының қасына тағы да қосымша салып, сондай бақытты жұмыстар жасағысы келіп жүр. Ауылдық паркымыз бар, ағаштарымыз жылына 100-ге жуық ағашты гүлзарлар, ағаштар отырғызып қоямыз. Барымызша суарып, солар өсіру жұмыстарын жасап жатырық қазірде. Енді ауыл ішілік жолы деп айтуға болады, ауыл ішілік жолда сметалық құжаттарын жасақтап, аудандық қаржы бөліміне тапсырылды. Қолдау тауып, ақша бөлініп жатса, оны да жасайтын алдағы жоспарымыз бар. Жалпы дәл қазіргі кезде тұрғындардың сұранысынан бөлек әкім ретінде ауылға осындай дүниелер шын жетіспейді, қажет деп есептейсіз? Жаңа айтып өткендей, барлығы енді ауыл кішкентай болғандықтан
барлығы да жасалып келе жатыр бір теория. Ашық футбол аламыз салынса, балалар ойын аламыз салынса, жаңа айтқан саябағымыз салынса, сахна деп айтайық, жазғы сахна, сондай мәселелерді алдағы шешу жоспарда бағытта жұмыс жасалып отыр қазір. Рахмет, Нұржан Сөнбайұлы. Енді көптеген жоспарларыңызды бөлістіңіз, жүйелі жүзеге ассын деген тілегіміз бар. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Алыстан келіп көрерменмен жүздесуге келісім бергеніңізге рахмет айтамыз. Рахмет сізге де көп. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін, табыс тілеймін. Аман болыңыздар. Рахмет. Қадірмен телекөрермен, осымен әкім сағатын кезекті санын аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.